Саламатсыз ба, құрметті қатысушы, біздің курсымыздың 19-шы сабағына қош келдіңіз. Бүгінгі сабақта біз сіздермен биохимиялық анализді ары қарай жалғастыратын боламыз. Оның ішінде бүгін біз сіздермен креатинин, мочевина деген көрсеткіштерді өтеміз. Бірінші біз креатиннен бастаймыз. Оның жалпы нені білдіреді, базалық білімін өтеміз. Одан кейін барып несеп-нәрді өтеміз. То же самое, ол жерде базалық білім. Жалпы біз білуіміз керек негізгі бөліктерін өтеміз. Одан кейін барып жалпы осы креатинин мен несеп-нәр немесе мочевина нормадан ауытқыған кезде қандай ауруларды біз күдіктену керекпіз, соны сіздермен өтетін боламыз. Ендеше, егер де дайын болсаңыздар, біз бірінші креатининнен бастаймыз. Базалық білімі. Қараңыздар, креатинин деген не? Осы бір қарапайым сұраққа жауап берейікші. Егер де бұны білмесек, жалпы бұл анализдің не үшін, нені, қандай мақсатта қолданылатынын біз түсінбейтін боламыз. Қараңыздар, жалпы бізде бүйректе глицин мен аргинин деген амино қышқылдары қосылып гуанидин ацетат деген осындай бір молекуланы түзеді. Бұл молекула бауырға барады да, бауырда өзінің арнайы ферменттері бұл гуадино ацетатты креатинге айналдырады. Креатин одан кейін қан арқылы, қараңыздар, бұлшықетке барады. Бұлшықетте бұл креатин бізде креатин фосфатқа айналады. Креатин фосфат ол бұлшықеттегі энергияның резерві деп айтсақ болады. Мысалы, біз бұлшықетімізді қозғалтқан кезде, жұмыс істеткізген кезде, спортпен айналысқан кезде, бұл креатин фосфаттар бізге энергия көзі ретінде жаңа бұлшықеттерімізде қолданылады. Енді қараңыз, бұлшықетте бұл креатин фосфатты біз қолданғаннан кейін бұл ыдырайды. Өйткені ол энергия береді, өзі ыдырайды да бізде қалдықтар шығады. Ол қалдықтар бізде креатинин деп аталады. Бұл креатинин бізге қажет емес. Оны біздің бұлшық жасушалар қанға шығарып тастайды. Қан арқылы бұл креатинин, яғни қалдық, бүйрекке барады. Бүйректен ары қарай бізде шумақшадағы фильтрациядан өтіп, зәрге өтеді. Зәр арқылы біз бұны шығарып тастаймыз. Енді қараңыздар, бұл жерде мына бір затты айтып кетейін. Жалпы спортпен айналысатын адамдар біледі. Бізде адамдар, спорт саласында жүргендер, белок, протеин ішіп жүреді. Сол протеиннің бір түрі креатин. Мына жерде көрсетілген креатин. Бұл креатиннің ішу мақсатын сіздер уже түсініңіздер деп ойлаймын. Өйткені бұл креатин біздің организмге сіңгеннен кейін бұл бұлшықетке барады да, бұлшықетте креатин фосфатқа айналады. Креатин фосфат бізде энергия көзі. Сол үшін бұл креатин порошоктарын қолданатын пациенттерде жалпы спортпен айналысқан кезде оларда көбірек энергия болады, олар тез шаршамайтын болады. Сол үшін де спортсмендер, жымға баратын адамдар осы мақсатта креатинді қолданады. Енді креатин не екені түсінікті болды деп ойлаймын. Ал енді анализдің өзіне оралатын болсақ, қараңыздар, креатинин жаңа мен айттым, ол қалдық. Бұл қалдық бізде бүйрек арқылы шығарылады көбінесе. 90% бұл қандағы креатиннің 90% негізі бүйрек арқылы зәрге өтеді. Яғни бүйректен фильтрация арқылы өтіп, зәрге өтіп, ары қарай біздің организмнен шығып кетеді. Енді креатинин деген анализ, бұл жерде қалдық болғанына қарамастан қандай мақсатта тұр, қандай мақсатта қолданамыз деген бұл сұраққа оралатын болсақ, бұл креатинин негізі бүйректің жалпы функциясын білдіреді. Енді ол қалай десеңіздер, ол былай, қараңыздар. Жалпы бүйректің негізгі қызметтерінің, негізгі функциясының бірі ол қанды фильтрациядан өткізу. Оны мен өткен сабақтарда мен сіздерге ашып көрсеткен болатын. Бізде бүйректің ең кіші өлшем бірлігі болып есептелінетін нефрон деген бөлікте бізде арнайы осы қанды фильтрациядан өткізетін шумақша деген өзінің арнайы бөліктері бар. Ол жерде қан бізде фильтрациядан өтеді. Керек емес заттар қаннан зәрге өтеді, ары қарай түтікшелер арқылы біздің организмнен шығарылады. Бұл түсінікті. Бұл жалпы фильтрациядан, мысалы, бүйрек белгілі бір мөлшердегі қанды фильтрациядан өткізіп тұрады. Оның өзінің бір жылдамдығы бар. Мысалы, қанша миллилитр минутына біздегі нефрондағы шумақшалар фильтрациядан қанды өткізеді, оның барлығы белгілі. Бұны біз, қараңыздар, шумақшалы фильтрация жылдамдығы деп атаймыз. Немесе орысша айтқан кезде скорость глубокой фильтрации деп аталады. Бұл айтқандай бүйректегі нефронның шумақшасындағы фильтрациядан өтетін қанның мөлшері. Яғни қанша минутта, қанша миллилитр қан шумақшада фильтрациядан өтті, соны бұл көрсетеді. Бұл көрсеткіш. Енді қараңыз, егер де бүйректің қызметі бұзылса, оның осы ең негізгі қызметі болып есептелінетін бұл фильтрациялық қызметі де бұзылады. Ал егер де бүйректің фильтрациялық қызметі бұзылса, демек қанда
жаңағы бүйрек арқылы зәрге өту керек болған заттар не істейді? Жинала бастайды. Демек қараңыздар, осыған сүйене отырып біз мынандай бір тұжырым шығара аламыз. Егер де қанда жаңағы бүйрек арқылы фильтрациядан өтіп зәрге өту керек болған қалдықтар егер де қанда жинала бастаса, демек бұл бүйректің функциясымен бір проблема болып жатыр деген сөз. Соны көрсетеді деп біз айта аламыз. Сондықтан да креатинин бұл мәселеге келген кезде ол бүйректің қызметін көрсететін бір маркер деп айтсақ болады. Яғни қараңыздар, жаңа мен айттым, креатининнің 90% бізде бүйректегі жаңағы шумақшада фильтрациядан өтіп зәрге өтеді. Зәрмен бірге шығады. 90%. Енді қараңыз, егер де бүйректің осы фильтрациялық қызметі бұзылса, демек қанда бізде не болады? Бұл жаңа 90% шығу керек болған креатинин ақырында бізде қайда жинала бастайды? Қанда жинала бастайды. Демек біз креатининнің мөлшерін қолданып, қандағы именно біз нені есептей аламыз? Ол бүйректің жаңағы фильтрациялық қызметін біз не істей аламыз? Анықтай аламыз. Егер де нақтырақ айтатын болсақ, бүйректің фильтрациялық қызметі емес, бұл жаңағы шумақшалы фильтрация жылдамдығы. Немесе қысқаша айтатын болсақ, орысша СКФ деп жиі қолданамыз, иә. Демек, қандағы креатининнің мөлшерін қолданып, біз негізі нені анықтай аламыз? Осы СКФ деген жаңағы бүйректің фильтрациясының жылдамдығын көрсететін көрсеткішті біз анықтай аламыз. Енді бұл түсінікті болды деп ойлаймын. Енді қараңыздар, креатинин жаңағы өткен слайдымыздан шыққан қорытынды не болды? Креатинин бізге СКФ-ті өлшеп бере алады. СКФ деген мен айттым жаңағы шумақшадағы минутына қанша қанды фильтрациядан өткізді, соны көрсететін бұл көрсеткіш. Енді қараңыз, креатинин бізде 100%, мысалы, негізі бүйректің жаңағы СКФ мысалы 150 мл минутына болу керек болса, креатинин бізге мынаны 100% анықтап бере алмайды. То есть қараңыздар, бүйректің шынайы өзінің СКФ бар, бірақ та біз креатининді қолдану арқылы шамамен осыған жақын келетін СКФ-ті есептей аламыз. Оны біз расчетный, немесе есептелген СКФ деп атаймыз. Расчетный СКФ. Енді бұл креатининді алып, біз белгілі бір формулалар бар, оны қазір көрсетемін. Сол формулаға салып, егер есептейтін болсақ, біз расчетный СКФ деп есептейміз, и бұл расчетный СКФ шамамен қанша болуы мүмкін? 160 болуы мүмкін, 170 болуы мүмкін. То есть, қараңыздар, мына бүйректің өзінің шынайы СКФ-нан сәл бізде айырмашылық бар. Сол үшін бұны біз расчетный СКФ деп атаймыз, СКФ. То есть, тағы да бір айта кетемін, тағы да бір түсіндіріп өтейін. Қараңыздар, креатинин, ол бізде бүйректің жаңағы шумақшалы фильтрация жылдамдығын бізге анықтап бере алады. Бірақ та ол анықтаған кезде жаңағы шынайы 100% бүйректің СКФ-ін анықтап бере алмайды. Соған жақын бір санды шығарып береді. Жақын бір санды. Неге десеңіздер, оның жауабы былай. Қараңыздар. Мен жаңа сіздерге сабақтың басында айттым. Креатининнің 90% шумақшалы жаңа фильтрациядан өтеді. 90%. Естеріңізде болса, мына жерде көрсетілген, бізде афференттік артериола келеді, шумақшаның ішіне кіреді. Мына жерде бізде фильтрация болады, фильтрация болады да, и 90% мына жердегі креатининнің, афференттік артериола арқылы келген креатининнің 90% мына түтікшеге өтіп кетеді да, қалған 10% өтпейді. Қалған 10% қараңыздар, олар ары қарай мына афференттік артериоламен өтіп кетеді да, ары қарай. Одан кейін мына түтікшелердің жан-жағында болатын капиллярлар бар екен, мен сіздерге айтқан болатым, капиллярлар. Сол капиллярларға барады да, ол капиллярлардан, қалған 10%, сол капиллярлардан былай қарай түтікшеге өтеді. То есть, қараңыздар, креатининнің 90% шумақшаға барады, шумақшаның ішіндегі фильтрациядан өтеді да, зәрге өтеді, түтікшеге өтеді. Қалған 10% ары қарай афференттік артериолармен бірге кетіп қалады да, мына түтікшенің жанына барған кезде, мына түтікшенің қасындағы бізде капиллярлар бар, сол капиллярлардан былай қарай түтікшеге өтеді. Демек, қараңыздар, қанға шыққан креатининнің 90% ғана шумақшалы фильтрациядан өтеді. 90% ғана. Қалған 10% ол тікелей мына түтікшеге мына капиллярдан тікелей өтеді. То есть ол шумақшаға барғанмен шумақша арқылы фильтрациядан өтпейді.
өтпейді. Ал енді біз нені есептеп жатырмыз? Ал біз как раз мына шумақшаның фильтрациялық жылдамдығын есептеп жатырмыз, да? Шумақшаның фильтрациялық жылдамдығын. Ал креатинин егер өзі 100% толықтай мына шумақшаның фильтрациясынан өтпесе, ол шумақшаның фильтрациялық жылдамдығын толықтай бізге көрсете алмайды. Өйткені қанда, мен жаңа айттым ғой сіздерге, қанда егер мына шумақшаның шумақшалы фильтрация жылдамдығы егер бұзылса, бүйректің қызметі бұзылса, қанда креатинин бізде жинала бастайды деп айттым, иә? Жинала бастайды. Бірақ та бұл, қараңыздар, 90% қана креатинин бізде бұл себепті жиналады. А қалған 10% креатинин ол бәрібір зәр арқылы бізде шығып кетіп жатыр. Қалай шығып кетіп жатыр? Жаңа мен айттым, мына эфференттік артерия арқылы бүйтіп келеді да, мына жердегі капиллярлардан тікелей түтікшеге өтіп кетеді да, түтікшемен ары қарай зәрге өтеді, зәр арқылы бізде шығып кетеді. То есть креатинин ол толықтай жаңағы мына бүйректің шумақшасының фильтрациялық жылдамдығын бізге көрсетпейді. Сол себепті мына затты жаттап аламыз. Креатининді қолданып біз СКФ-ті өлшеген кезде біз расчетный СКФ-ті өлшеп жатырмыз. Расчетный СКФ. А расчетный СКФ дегеніміз ол бүйректің шынайы фильтрациялық жылдамдығын көрсетпейді. Бірақ оған жақын, өте жақын болады, жаңа мен көрсеттім сіздерге. Мысалы, бүйректің шынайы фильтрациялық жылдамдығы 150 мл минутына болатын болса, креатининді қолданып біз шамамен 160, 170, бұдан сәл көп қып көрсетеді. Сәл көп қып. А бірақ бүйректің шынайы фильтрациялық жылдамдығы шамамен 150 да. А креатининді қолданатын болсақ, біз енді бұдан сәл артық қып есептейміз. Бұл осындай. Осыны естеріңізге сақтап алыңыздар. Одан бөлек қараңыздар, креатинин, жалпы қандағы креатининнің мөлшері тек қана бүйректегі жаңағы шумақшаның фильтрациялық жылдамдығына ғана байланысты емес, басқа да факторлар бұған әсер етеді. Жаңағы қандағы креатининнің мөлшеріне. Олардың бірі ол бұлшықет массасы. Мысалы, егер адам спортпен айналысатын, мысалы, спортсмен бұлшықет салмағы көп болатын болса, бұларда қандарында креатининнің мөлшері тоже көп болады. Креатинин көп болады. Өйткені бұлшықет көп болса, ол жерде көбірек креатинин болады, креатинин көбірек құртылады, и креатинин де бізде көбірек шығады қанға. Ал қарттарда, арық адамдарда, мысалы, келетін болса, оларда керісінше креатинин қандарында аз болады. Креатинин аз болады. Неге? Өйткені оларда бұлшықет салмағы аз болады. Мысалы, жасы келген үлкен кісілерге қарасаңыз, олар салмағы аз болады. Арық адам болса, мысалы, немесе әйел адам. Мысалы, әйел адам салыстырмалы түрде ер адаммен салыстырған кезде мышца масса біз ол кісілерде, енді әйел адамдарда сәл төменірек. Демек, оларда да тоже креатинин қанда салыстырмалы түрде төменірек болады. Енді бұл не үшін маңызды? Қараңыздар. Егер де креатинин көп болса, демек СКФ, егер креатининді алып біз есептейтін болсақ, СКФ сәл бізде азырақ болып шығуы мүмкін. Мысалы, ал креатинин төмен болатын болса, бұл наоборот СКФ-ті біз көбірек қып бұл көрсетуі мүмкін. То есть осындай креатининге байланысты нюанстар бар. Сонымен қатар, мысалы, диета. Адам егер көп мөлшерде ет жейтін болса, ол адамда да тоже креатинин көп болады. Өйткені ол жаңа креатиннің негізгі құрамын жасайтын аминокислоталар еттен келеді. Сол себепті мына затты сіздерге жеткізгім келіп тұр. Креатинин абсолютті жаңағы бүйректің шумақшалы фильтрация жылдамдығының маркері емес. Ол бізге 100% бүйректің фильтрациясының жылдамдығын есептеп бере алмайды. Бірақ соған қарамастан креатинин өте пайдалы, өте қолжетімді, арзан. Сол үшін бүкіл клиникалық практиканы қарасаңыздар, бүкіл әлем бойынша креатинин өте кең қолданысқа ие. Бүкіл америкалық, еуропалық клиникалық рекомендациялардың барлығын қарасаңыздар, бұл креатининді қолданады. Неге? Өйткені, бұндай нюанстар болғанына қарамастан, ол өте пайдалы. 100% бізге СКФ-ті өлшеп бермесе де, 100% болып есептеп бермесе де, ол осыған шамалы жақын қылып бізге анықтап бере алады. Ол бізге жеткілікті. Оны біз қолданып, шамамен бүйректің функциясы осындай деп уже есептеп қолдана аламыз. Осындай нюанстарды сіздер білу керексіздер. Енді бұдан бөлек мына затты айтып кетейін. Мысалы, сізге бір пациент келеді. Ол креатинин деген анализді тапсырады. Креатинин деген анализ тапсырса, міндетті түрде СКФ-ті есептеңіз. Жаңа расчетный СКФ-ті анықтаңыз. Неге? Өйткені қараңыз, мына жерде айтып отырмын ғой. Егер сізге келген адам қарт кісі болатын болса, бұл пациенттерде креатинин итак нормадан төмен сияқты болып көрінуі мүмкін. А бірақ та егер сіз СКФ-ті былай есептеген кезде, на самом деле ода СКФ төмендеген болуы мүмкін. Төмендеген. А СКФ негізі төмен болса, ол бүйректің функциясы төмен болып жатыр деген сөз. Сол үшін мына затты
жаттап алыңыздар. Егер пациент сізге креатининмен анализбен келетін болса, міндетті түрде бұл пациентте расчетный СКФ-ті есептеңіз. Оған арнайы бізде калькуляторлар бар. Ол қандай калькулятор десеңіздер, ол мыналар. Қараңыздар. Бізде бұл расчетный СКФ-ті жаңа креатининді қолданып есептейтін арнайы бізде калькуляторлар бар, формулалар бар. Бұл интернетте көп. Бұны интернетке просто жазып көрсеңіздер, бұл формулалар шығады. Бірақ та бұл формуланың ішінде сенімдісі бар, біз қолданатын бар, және қолданыстан шығып кеткендері бар. Олар қайсылар екен қазір сіздерге түсіндіремін. Енді қараңыздар, бұл формулалар адамның жасына, жынысын, кейбіреулері нәсілін тоже қосады, кейбіреулері қоспайды. Және де салмағымен қарап есептейді, креатинин қанша, жаңағы СКФ, расчетный СКФ қанша екенін бізге анықтап береді. Солардың ішінде ең жиі қолданылатын мына формулалар. Кокрофт-Гаут деген формула бар. Бұл бізде clearance креатинина деген нені есептеп береді. Clearance креатинина деген жаңағы СКФ сияқты көрсеткіш. Бұл да жаңағы шумақшаның фильтрациялық жылдамдығын көрсетеді. Бірақ та бұл ескі формулалар. Кокрофт-Гаут деген. Бұл ең алғашқы шыққан формулалардың бірі. Қазіргі таңда бұны біз бүйрек жеткіліксіздігін анықтау үшін қолданбаймыз. Бірақ та біз қазіргі таңда бұл формуланы көбінесе, мысалы, бүйрек жеткіліксіздігі бар пациенттерге бір дәрі бермес бұрын, сол дәрінің дозасы қандай болу керек? Вот соны анықтау үшін бұны біз қолданамыз көбінесе. Өйткені дәрілердің, мысалы, бүйрек жеткіліксіздігі бар пациенттердің дозасы қанша болу керек деген қарасаңыз, ол жерде жазылып тұрады. Креатинин, клиренс креатинина деп тұрады. Мысалы, клиренс креатинина 60 мл минутына болса, мысалы, дәрінің дозасы 20 мг болу керек деген сияқты өзінің арнайы инструкциялары бар. Сол себепті бұл енді диагноз қою мақсатында бізде көп қолданылады. Одан кейінгі формула бізде MDRD, бұл енді қолданыстан шыққан, бұған тоқталмаймыз. Ал қазіргі таңда біз қолданатын осы креатининді есепке ала отырып, пациенттегі расчетный СКФ-ті есептеп беретін формула, ол бізде CKD API деп аталады. Бұл ең сенімді, бүкіл қазір әлемдік клиникалық рекомендациялар қолданатын осы формула. Бұл формуланы калькуляторды қолдану арқылы біз бүйрек жеткіліксіздігін, яғни созылмалы ХБП дейміз, созылмалы бүйрек ауруын анықтаймыз, диагноз қоямыз. Хорошо, сол үшін де сіздер осыны қолданыңыздар. CKD API соңғы версиясы міне 2021 жылы шықты, осыны қолдансаңыздар болады, интернетте бұл бар. Бұл формула көрсетілген, қарасаңыздар болады. Бұл жерге пациенттің креатининін қоясыз, пациенттің жасы бар, одан кейін жынысы деген сияқты барлығын есепке алады. Просто калькуляторға просто орнына қоя саласыздар и өзі есептеп береді. Расчетный СКФ-ті. Енді креатининнің бізде анализдегі нормаларына тоқталайық, қараңыздар міне. Ер адамда, әйел адамда, балаларда, 1 жасқа дейін, одан кейін 14 жасқа дейін жаңа туғандардан барлығы көрсетілген нормалары. Енді әртүрлі лабораторияға байланысты сәл айырмашылықтар болуы мүмкін, оны да есепке аларсыздар. Енді жалпы бізде кез келген анализдің өзінің референс нормалары қасында жазылып тұрады. Бірақ та бұл норма бізде жүктілік кезінде өзгереді. Неге? Өйткені жүктілік кезінде мен сіздерге айттым, көптеген физиологиялық өзгерістер болады. Соның бірі жалпы бүйректің қызметі бізде артады. Бүйректің қызметі артты дегеніміз, оның фильтрациялық жылдамдығы да жоғары болады. Демек, жүктілік кезінде әйел адам қанды көбірек фильтрациядан өткізеді. Демек, бізде СКФ-те тоже не болады, ол кезде басқаша болады. Креатинин де басқаша болады. Енді қараңыз, егер де бүйректің фильтрациялық жылдамдығы артса, демек қандағы креатининнің мөлшері не болады? Нормадан сәл төмен болады. Өйткені бүйрек көп фильтрация жасап отыр, көбірек креатининді қаннан зәрге өткізіп шығарып тастап жатыр. Сондықтан да қараңыздар, жүктілік кезіндегі норма міне, салыстырсаңыздар, сәл төменірек, 35 пен 70-тің арасы. Ал мына жүктілік емес кезді қарасаңыздар, норма бізде міне, әйел кісілерде даже 96-ға дейін барады. Жүктілік кезінде бұл 70-ке дейін болу керек. Сол себепті әйел кісі бұл 70-тен жоғары болып келетін болса, онда обязательно біз расчетный СКФ-ті есептеп, бүйрек ауруына тексеру керекпіз. Хорошо? Енді қараңыздар, расчетный СКФ бізде нормасы қандай болу керек? Креатининмен тапсырды, таныстық. Енді расчетный СКФ-тің нормасы бізде ересек адамдарда міне көрсетілген 90-120 мл минутына болу керек екен. Бұл норма. Бірақ та қараңыздар, 40 жастан кейін бұл сәл әр жыл сайын 1 мл минутына бізде төмендеп тұрады. Бұл қалыпты процесс.
Ал жаңа туған балаларға қарасаңыздар, бұл бастапқыда өте төмен болады, 20-40 мл минутына. Одан 1 жастан кейін уже мына ересек адамдардағы сияқты болады екен, иә, СКФ. Расчетный СКФ. Бұны естеріңізде сақтап алыңыздар. Енді құрметті қатысушы, біз сіздермен креатининді өттік. Келесі бізде несепнар немесе орысша айтқан кезде мочевина. Бірінші бұл мочевина нені білдіреді? Соған тоқталайық. Қараңыздар, жалпы біздің организмде көптеген процестер болып жатыр. Сол процестердің бірі ол мына белоктардың, ақуыздардың ыдырауы. Иә, мысалы бізде бұлшық етте, басқа жасушаларда қазір постоянно бұл процесс болып жатыр. Ақуыздар бізде түзіледі, одан кейін ол ыдырайды. Түзіледі, ыдырайды. Ыдырауын біз катаболизм деп атаймыз. Енді қараңыз, ақуыз бізде ыдыраған кезде бізде аминоқышқылдар бөлінеді. Ал аминоқышқылдар бізде ары қарай тағы да ыдырайды. Оның бірінші сол ыдырау процесінің бірі осы дезаминация деп аталынады. Бұл аминоқышқылдары бұл процестен өткен кезде біздің организмде аммиактар түзіледі. Аммиак. Ал аммиак негізі біздің организмге өте улы болып есептелінеді. Өте уытты болғандықтан бұны не істейді? Бұл аммиакты бауыр арнитин немесе мочевина циклы деген бар, несепнар циклы. Осы циклдан өткізеді, бұл аммиакты осы несепнәрге айналдырады. Одан кейін бұл несепнар бауырдан шығады да қанға өтеді, қаннан ары қарай бүйрекке барады да, бүйрекпен зәрге өтеді, зәр арқылы біздің организмнен шығарылады. Демек, несепнар не екен? Бұл да қалдық. Ақуыздың қалдығы деп айтсақ болады. Енді қараңыз, егер де бүйректің жаңағы фильтрациялық қызметі бұзылса, бұл несепнар не болады? Бұл несепнар қанда жинала бастайды. Дұрыс қой, неге? Өйткені бұл бүйрек арқылы шығарылу керек болды. Бүйректің негізгі функциясы болып есептелетін жаңағы фильтрациялық қызмет егер бұзылатын болса, демек мочевина бізде қаннан зәрге өте алмай қалады. Қаннан зәрге өте алмай қалса, ол несепнар не істейді? Қанда бізде жинақтала бастайды. Енді бізде мынандай сұрақ туындайды. Біз бұл несепнарды жаңағы СКФ-ті есептеу үшін қолдана аламыз ба? Оның жауабы жоқ. Неге? Өйткені қараңыздар, мына несепнар бізде фильтрациядан, шумақшадан өткеннен кейін ол түтікшеге өтеді, зәрмен түтікшеге өтеді. Бұл түтікшеге барғаннан кейін оның белгілі бір мөлшері қайттан мына түтікшеден қанға өтеді. Түтікшенің айналасында жаңағы капиллярлар бар деп айттым ғой сіздерге. Сол капиллярларға қайттан өтеді, бүйтіп қанға өтеді, қан арқылы қайттан біздің циркуляцияға, қан айналымына қайтадан қайтып келеді. Демек, мочевинаның белгілі мөлшері бүйректен фильтрация арқылы өтеді зәрге, бірақ та зәрден қайтадан обратно ол қанға айналып келеді. Сол үшін бұл бүйректің фильтрациялық қызметін толықтай бізге көрсете алмайды. Сондықтан да бұны біз СКФ-ті есептеу үшін қолданбаймыз. Әсіресе қараңыздар, егер де организмде сусыздану болатын болса, көп мөлшерде мочевина бұл түтікшеден қанға қарай өтеді. Сол себепті бұл ондай бір сенімді бүйректің фильтрациялық қызметін көрсететін маркер емес. Сондықтан бұны біз именно расчетный СКФ-ті есептеу үшін қолданбаймыз. Одан бөлек қараңыздар, мочевинаның қандағы мөлшеріне, несепнардың қандағы көрсеткішіне әсер ететін тағы басқа факторлар бар. Мысалы, егер адам көп мөлшерде ақуыз, белок жейтін болса, немесе пациентте асқазан ішек жолынан қан кету болатын болса. Неге? Өйткені қараңыздар, асқазан ішек жолынан қан кету болатын болса, ол жерге көп мөлшерде эритроциттер шығады асқазан ішек жолына. Ал бұл эритроциттер асқазан ішек жолында ыдыратылады. Ыдыратылған кезде бізде не шығады? Гемоглобин шығады. Білеміз, гемоглобин. Гемоглобиннің ішінде глобин деген белок бар. Бұл белок тоже сол асқазан ішек жолында ыдыратылады да, неге айналады? Бұл соңында бұл аммиакқа айналады. Аммиак. Одан кейін бұл аммиак бізде қайда барады? Бауырға барады. Бауырда бұл аммиак бізде мочевина айналады. Сөйтіп қандағы мочевинаның мөлшері көбейеді. Көрдіңіз бе? Сол себепті егер пациенттің асқазан ішек жолында қан кету көп болатын болса, бұл қандағы мочевинаның жоғарылауына әкелуі мүмкін. Одан бөлек инфекция, күйік, катаболизм егер организм жалпы ыдырау процесі, белоктардың ыдырауы көп болатын болса, бұлардың барлығы тоже бұл мочевинаның жоғарылауына келеді. Одан бөлек бауыр жеткіліксіздігі кезінде керісінше бұл төмендеп кетуі мүмкін. Неге? Өйткені бауыр бізде, мен жаңа айттым, аммиакты мочевинаға айналдырады. Ал егер бауыр аммиакты мочевинаға айналдырмаса, мочевина бізде пайда болмайды, түзілмейді. Сол үшін ол нормадан төмен болып көрінуі мүмкін. Сол себепті бұл мочевина, қандағы мочевинаның көрсеткіші тек қана бүйректің фильтрациялық қызметіне ғана байланысты емес. Көптеген факторлар бұған әсер етеді. Сол үшін де бұны біз бүйректің расчетный СКФ-ті есептеу үшін қолданбаймыз. Бірақ мына затты есіңізде сақтап алыңыз. Бүйректе қандай да бір зақым болатын болса, қанда мочевинаның
көрсеткіші жоғарылайды. Өйткені мочевинаның белгілі бір мөлшері бүйрек арқылы фильтрациядан өтіп, одан ары қарай зәрмен шығып кетеді. Енді несепнардың нормаларына келетін болсақ, міне ересектерде, балаларда, жаңа туған жүкті әйелдерде барлығында көрсетілген. Жүкті әйелде байқасаңыздар, міне нормасы сәл төмен болады. Неге? Өйткені бүйректің жалпы фильтрациялық жылдамдығы жүктілік кезінде 40%-ке, 50%-ке жоғары болады. Сол үшін де мочевина көбірек фильтрациядан өтіп, қанда азырақ болады. Енді базалық біліммен біз сіздермен таныстық. Келесі енді бізде қанда осы креатинин, мочевина, несепнар нормадан жоғары болған кезде біз нені күдіктену керекпіз, соларға тоқталамыз. Өйткені бұл бізге маңыздырақ. Ал егер бұлар нормадан төмен болатын болса, ол бізге қатты маңызды емес клиникалық жақтан. Енді қараңыз, егер де қанда креатинин, мочевинаның көрсеткіші нормадан жоғары болатын болса, бірінші очередь біз ойлауымыз керек, ол бүйректің ауруы, бүйрек ауруы. Жалпы біз бүйрек ауруын екіге бөлеміз. Біріншісі ол бізде созылмалы бүйрек ауруы, екіншісі жіті бүйрек зақымы. Мынау бізде хронический болезнь почек деп аталынады, орысша айтқан кезде, мынау острое повреждение почек деп аталынады. Бұрындары біз мынаны былай айтатынбыз, бүйрек жеткіліксіздігі деп атайтын едік. Бұрындары. Немесе жіті бүйрек жеткіліксіздігі. Бірақ қазіргі таңда, қазіргі современный ең жаңа клиникалық рекомендациялар қарасаңыздар, уже жеткіліксіздік деп қолданбайды ол жерде. Ол жерде созылмалы бүйрек ауруы деп айтады, және де жіті бүйрек зақымы деп айтады. Жеткіліксіздік деген бұрындары қолданатын, қазір қолданылмайды. Енді ең бірінші біз созылмалы бүйрек ауруына тоқталайық. Бірінші оның анықтамасын сіздермен танысайық. Себебі бұның анықтамасын біз жақсылап тұрып түсініп алу керекпіз. Өйткені көп дәрігерлер созылмалы бүйрек ауруының нақты критерияларын білмейді. Оның нақты критерияларына тоқталатын болса, қараңыздар. Созылмалы бүйрек ауруы дегеніміз бұл бүйректің құрылымының, структурасының немесе жалпы функциясының зақымдалуы, бұзылуы. Ол қалай? Бұны ашайық. Қараңыздар. Жалпы бүйректің функциясының бұзылуы дегеніміз ол қалай көрініс табады десеңіздер, ол бізде расчетный СКФ бізде 60-тан төмен болса. 60-тан төмен болса. Негізі норма мен сіздерге айттым ғой, 90 мен 120-ның арасында болу керек. Бірақ та қараңыздар, кейбір пациенттердің, әсіресе 40-тан кейін, мен жаңа айттым, әр жыл сайын бұл 1 миллилитр минутына төмендеп жатуы мүмкін. 1 миллилитр минутына. Сол себепті мысалы 60-80 жастағы бір пациентті алып қарасаңыздар, оның СКФ, расчетный СКФ 70 болуы мүмкін, 80 болуы мүмкін. Бірақ та бұл 70-80, егер де басқа ешқандай бүйректің зақымының белгісі болмаса, онда бұл физиологиялық процесс болып есептелінеді. Сол себепті қараңыздар, кейбір пациенттерде 60 пен 90-ның арасы болуы мүмкін. Бірақ та егер бұл пациентте ешқандай бүйректің басқа зақымдалуының белгісі болмаса, бұл пациенттер жаңа 40-тан асқан, егде жастағы пациенттер болса, бұл физиологиялық процесс болып есептелінеді. Ал егер де бұл пациентте қандай да бір бүйректің зақымының белгісі болса, онда бұл уже патология. Оны қазір түсіндірем, қалай екен. То есть 60-қа дейін бұндай ешқандай бүйректің зақымы жоқ, бірақ тек қана СКФ төмендесе бұл норма. Бірақ қараңыз, бір пациент бар. Ода расчетный СКФ 59. Бірақ басқа ешқандай бүйрек зақымы жоқ. Онда бұл уже созылмалы бүйрек ауруының несіне кіреді? Критериясына уже кіреді. Өйткені 60-тан төмен болатын болса, бұл уже бүйректің функциясының зақымдалуы болып есептелінеді. Бұны есіңізде сақтаңыздар. Қараңыздар, немесе мына расчетный СКФ болмаса, бізде тағы бар. Жалпы зәр анализінде қандай да бір патологиялық өзгерістер бар болса, мысалы протеинурия болуы мүмкін, немесе жаңағы альбумин мен креатинин қатынасын есептеген кезде ол да нормадан жоғары болатын болса, немесе пациентте гематурия бар. Бұлар да тоже бүйректің зақымы болып есептелінеді, функциясының зақымдалуы. Немесе бүйректің құрылымының зақымдалуы, өзгерісі. Бұл енді пациентке УЗИ жасаған кезде, КТ, МРТ жасаған кезде, мысалы пациентте киста бар, поликистоз, даже бір киста болса да есептелінеді. Гидронефроз, атрофия, мысалы бүйрек кішірек болған. Бұлардың барлығы уже бүйректің құрылымының немесе структурасының зақымдалуы болып есептелінеді. Енді қараңыздар, пациентте мына үшеуінің біреуі қойып болса, біріншіден үшеуінің қойып біреуі болса, және де бұл өзгерістер, осы өзгерістің біреуі кемі, мына жерде жазылып тұр, кемі 3 айдан көп бойы сақталса, онда бұл бізде созылмалы бүйрек ауруы есептелінеді. То есть созылмалы деп біз айта алу үшін бізге кемі 3 ай керек. 3 ай бойы пациентте осы патологиялық өзгеріс сақталған болу керек.
бүйрек ауруы дегеніміз бұл жерде қараңыз, либо мына бүйректің функциясының бұзылуы, расчетный СКФ нормадан төмен, немесе зәр анализінде протеинурия бар, гематурия бар деген сияқты, немесе пациенттің бүйрегінің структуралық өзгерістері бар, жаңағы киста бар, атрофия бар, операция жасалған бүйректер мысалы, тоже бұған кіреді. Мысалы пациенттің бүйрегіне операция жасалды. Бұл уже мына критерияға кіреді. Хорошо? Және бұлардың біреуі кемі бізде қанша ай болу керек? 3 ай сақталу керек. Вот сол кезде сіз пациентке созылмалы бүйрек ауруы деп қоя аласыз. 3 ай бойы сақталған болса. Бірақ бұл жерде исключение бар. Ол қандай исключение десеңіздер, қараңыздар. Мысалы пациентке биопсия жасалды. Егер де биопсиядан біз көріп тұрсақ созылмалы патологияның белгілерін, онда ол жерде бірден қойылады ХБП деп. Немесе пациентке бүйрек трансплантациясы жасалған болса, бұндай пациенттерге біз ойланбаймыз, бірден нені қоямыз? ХБП деген диагноз қоямыз. То же самое, егер пациенттің бүйрегіне операция жасалған болса, тоже бірден біз созылмалы бүйрек ауруы деп қоямыз. Түсіндіңіздер ғой? То есть ХБП деген диагнозды қою үшін мына үшеуінің біреуі болу керек, және де мына үшеуінің біреуі кемі 3 ай бойы сақталған болу керек. 3 ай бойы пациенттің расчетный СКФ 60-тан төмен, немесе 3 ай бойы пациентте протеинурия бар, немесе пациентте 3 айдан көп, мысалы киста анықталған, киста бар, атрофия бар, немесе пациентте жаңағы биопсиядан, немесе операция жасалған, трансплантация жасалған болса, біз бірден ХБП деген диагнозды қойсақ болады. Енді ХБП-ның бізде сатылары бар, стадиялары бар. Ол стадияларын біз қалай анықтаймыз десеңіздер, біз расчетный СКФ-қа қараймыз. Қараңыздар, егер де расчетный СКФ пациентте 90-нан көп болатын болса, бұл бірінші стадия болады, 60 пен 89 екінші стадия, 45 пен 59 3А деген стадия болады, 30 пен 44 3Б деген стадия, 15 пен 29 4-ші стадия, 15-тен аз болатын болса, бұл 5-ші стадия болып есептеледі. Бұл классификация бізде Кадиго деген әлемдік үлкен осы нефрология бойынша клиникалық рекомендация шығаратын организация бар. Осы организация шығарған, бүкіл әлем қолданады бұны. Біздің Қазақстанда бұны қолданамыз, Кадигоның классификациясын. Осы классификацияға қарап біз ХБП-ның сатысын анықтаймыз, стадиясын анықтаймыз. Енді сізде біраз түсініксіз сұрақтар болуы мүмкін, біраз шатасып қалған болуыңыз мүмкін. Ол жаңағы сізге толықтай түсінікті болу үшін мен қазір сіздерге бірнеше кейстер беремін. Сол кейстер арқылы сіздерге түсініп берейін, қалай ХБП диагнозы қойылады, және қалай мына классификацияға байланысты біз сатыларды қоямыз, соны сіздерге қазір түсіндіріп беремін. Одан бөлек біз, қараңыздар, жаңағы СКФ-қа қарап стадияны жазамыз. Еще біз зәрдегі альбумин мен креатининнің қатынасын анықтап, тоже стадиялар жазамыз. Естеріңізде болса, мен өткен сабақтарда сіздерге айттым, мысалы пациентте егер зәрінде, жалпы зәр анализінде протеинурия анықталса, біз бұл жерде не істей аламыз? Пациентке либо тәуліктік зәр жинатқызамыз, немесе пациентке тағы не істей аламыз деп айттым? Альбумин, зәрдегі альбумин мен креатининнің қатынасын анықтай аламыз дедім. Өйткені екеуі бір затты білдіреді, екеуі бір затты көрсетеді. Бірақ біз көбінесе мына альбумин, креатинин қатынасын қолданамыз, өйткені ол ыңғайлы. То есть бұл жерде біз зәрдегі альбумин мен креатининнің мөлшерін анықтаймыз да, альбуминді бөлеміз креатининге. Сол кезде мыналар шығады бізде. Бұған қарап біз тоже жаңағы ХБП-ның стадиясын анықталамыз. Бұл жерінде 3 стадия бар, А1, А2, А3 деп аталады. Бұл да тоже өте пайдалы. Бұл бізге жалпы ХБП-ның прогнозын айтып береді. Мысалы қараңыз, егер де пациентте А2 немесе А3 болатын болса, бұл пациенттерде прогноз нашар болып есептенеді. Хорошо? Енді кейстарға тоқталайық. Қараңыздар, қалай біз анықтаймыз? Мысалы, бірінші кейс, бізде 40 жастағы ер адам бар. Бұл пациенттің анамнезінде тұқым қуалайтын жаңағы поликистозды бүйрек ауруы. То есть бүйрегінде бізде не бар? Көп деген кисталар бар. Бұл бұрыннан бері бар. Өйткені тұқым қуалайды. Бұл кішкентай кезден обычно бұл балаларда, пациенттерде болады. Енді бұл жерде қараңыз, пациенттің расчетный СКФ бізде 72 болып тұр. Сіз бүйрек ультрадыбысты зерттеуін жасайсыз, пациентте екі жақты поликистоз. Енді қараңыз, бұл пациентте енді бұл тұқым қуалайтын поликистоз жылдар бойы сақталған. Ол жерде 100% біз айта аламыз, бұл пациентте 3 айдан көп бұл кистозный өзгеріс бар деп біз айта аламыз. Сол себепті қараңыздар, бұл жерде бұл қандай критерияға келіп тұр? Бұл пациентте біріншіден бүйректің құрылымдық өзгерісі бар ма? Бар. 3 айдан көп па? 3 айдан көп. Демек бұл жерде біз ХБП деген диагнозды бұл пациентке қоямыз. Ал енді екінші сұрақ туындайды.
стадиясын қалай анықтаймыз деген кезде біз несіне қараймыз? СКФ-қа қараймыз. Енді бұл пациентте СКФ қанша болып тұр? Қараңыздар. СКФ бұл пациентте бізде 72 болып тұр. 72. Демек, мына жерге келеміз. 72 қай жерге келіп тұр? Мына жерде. Дұрыс қой. Демек, бұл пациентте ХБП және де қаншаншы стадия болады? Екінші стадия болады. Болды, осылай жазасыздар. Болды. Одан бөлек бұл пациентті тағы сіз неге жіберсеңіз болады? Зәрдегі альбумин мен креатининді анықтап кел деп берсеңіз болады назначение. Одан кейін ол анықтап келеді, сіз сосын аласыз, сіз альбуминді креатининға бөлесіз. И бұл жерде қандай сан шықса, соған байланысты сіз уже мына стадияны қоясыз. Хорошо? Вот осылай сіз уже анықтайсыз. ХБП деп жазасыз, екінші стадия дейсіз. Одан кейін қасына А1 деп қоясыз. Болды. Уже сіз толықтай ХБП-ның диагнозын қойдыңыз. Одан бөлек бұл жерге әрине қасына тағы поликистоз деп диагнозды қою керек болады. Хорошо? Екінші кейс. Бұл жерде бізде 68 жастағы ер адам. Зәр анализін қараймыз. Қалыпты, ешқандай протеинурия, гематурия жоқ. Бүйректің ультрадыбысты зерттеуі, УЗИ-ін жасаймыз, ешқандай патология жоқ. Бірақ та расчетный СКФ 52. 52 болып тұр. Және бұл 3 ай бойы осылай болып тұрған. 3 ай бойы. Демек, бұл жерде біз ХБП деген диагнозды қоямыз, өйткені бізде расчетный СКФ 60-тан төмен. Дұрыс па? 60-тан төмен болып тұр. Қараңыздар. Қайттан барамыз. Міне. 60-тан төмен бар ма? Бар. 3 айдан көп па? 3 айдан көп. Енді стадиясын анықтаймыз. Бұл пациентте бізде қараңыздар, расчетный СКФ 52 болып тұр. 52. Демек, егер 52 болатын болса, біз мына жерге келеміз. 52 дегеніміз қараңыздар міне. Мына жерде тұр, дұрыс па? Демек, бұл жерде 3А деген стадия болды. Болды, диагноз қоямыз. ХБП 3А деген стадия болды бұл пациентте. Одан ары қарай бұл пациент тағы біз қосымша альбумин мен креатин анықтауға жібереміз. Одан кейін екінші сатыны анықтайтын классификация бойынша тоже стадиясын жазсақ болады. Келесі бізде қараңыздар, 54 жастағы әйел адам. Зәр анализінде қараңыздар, протеинуриясы бар, 1+. Одан кейін бұл пациентті біз альбумин креатинин қатынасын анықтауға жібереміз. Сөйтіп біз анықтасақ, бұл пациентте 180 миллиграмм на грамм шығып тұр. То есть А2 деген деңгей. А2. Одан бөлек бұл пациенттің расчетный СКФ 67. Бүйрек УЗД-гізін жасаймыз, шамалы паренхимиялық өзгерістер бар, бірақ ондай қатты қорқпаймыз ондайдан. Енді қараңыз, бұл белгі бізде 3 айдан көп бойы сақталған. Демек, бұл пациентке қараңыздар, ХБП деген диагнозды қоямыз. Және де расчетный СКФ 67 болғандықтан 67 дегеніміз міне екінші стадияға кіреді. Демек, бұл жерде екінші стадия болады. Және де бұл пациентте альбумин креатиннің қатынасы қанша болды? 180 болды, дұрыс па? Демек, бұл пациентте А2 болады. Осылай біз бұл пациенттің стадияларын анықтадық. Хорошо? Енді түсінікті болды деп ойлаймын сіздерге. Енді қараңыздар, ХБП-ға әкелетін қандай жағдайлар бар? Соған тоқталайық. Әлем бойынша ХБП-ға әкелетін ең жиі себеп ол бізде қант диабеті. Диабеттік нефропатия. Оны біз сіздермен өттік, естеріңізде болса. Бұл дамыған мемлекеттерде, дамып жатқан мемлекеттерде ең бірінші себеп. Қазақстанда да солай. Ал екінші себеп артериялық гипертензия. Давление. Қазақстанда да дәл солай. Ең жиі осы ХБП-ға келетін бізде қант диабеті және артериялық гипертензия. Одан бөлек біз сіздермен өткен гломерулонефриттер. IgA нефропатия, постстрептококты, мембранозды деген нефриттік және нефротикалық синдромға келетін ауруларды біз сіздермен өттік. Бұлардың барлығы тоже ХБП-ға тоже әкеледі. Уақыт өте келе. Одан кейінгі себептер поликистозды бүйрек ауруы. Бұны да өткен болатынбыз. Обструктивті нефропатия, мысалы бүйректегі тас, простата гиперплазиясы, урологиялық ақаулар, мысалы, өйткені қараңыздар, жалпы егер зәр шығару жолында қандай да бір бітеу болатын болса, бұл зәр қайда жиналады? Бұл зәр бізде бүйректе жиналады, дұрыс қой? Енді қараңыз, бүйректің ішіне егер көп мөлшерде зәр жинала берсе, ол не істейді? Ол зәр алады да, мына бүйректің паренхимасын қыса бастайды, мыжи бастайды. Сөйтіп, мына бүйректің паренхимасы өле бастайды. Өйткені қан келмей қалады, қысылып қалады, оттегі жетпейді, өйткені қан келіп жатқан жоқ. Сөйтіп, бүйректің жаңағы нефрондары өле бастайды. И бұл да уақыт өте келе неге келеді? Бүйректің кәдімгі фильтрациялық қызметінің зақымдалуына әкеледі. Одан бөлек қараңыздар, басқа енді сирек кездесетін себептер бар, енді ол жүйелік және ревматологиялық аурулар, СКВ, мысалы біз сіздермен өттік люпус нефрит, мысалы, васкулиттер,
және де мына жалпы нефротоксичный деп атаймыз ғой, нефроутты деп аудардым енді, нефротоксикалық деп айтсақ та болады, дәрілерді өте ұзақ уақыт бойы қолдану. Жалпы әлем бойынша ең жиі осы бүйректі зақымдайтын дәрілер ол бізде мына жерде ағылшыншасын жазып қойған НПВС-тер. Егер де пациент ұзақ уақыт бойы бұл НПВС-ті қолданатын болса, бұл тек қана асқазан жарасына әкелмейді, асқазан ой жарасына ғана емес, сонымен қатар бүйректің де зақымдалуына келеді. Бұны естеріңізден шығармаңыздар. Және де аминогликозидтер, бұл енді антибиотик, мысалы гентамицин, амикоцин деген препараттар бар ғой, бұларды егер ұзақ уақыт бойы беретін болсақ пациенттерге, бұл бүйрекке улы әсер етеді, бүйректі зақымдайды. И бұның нәтижесі ХБП-ға әкелуі мүмкін. ХБП-ның клиникалық көрінісіне келетін болсақ, қараңыздар, алғашқы стадияларда көбінесе симптомсыз болады. Одан кейінгі орта сатыларға келетін болсақ, үшінші стадия, мысалы, ол кезде уже уремиялық синдром пайда болады. Уремиялық синдром дегеніміз біздің жалпы организмде мочевина, көбінесе мочевинадан болады, креатинин. Егер организмде көп мөлшерде жиналса, бұлар уже бізге әртүрлі зиянын тигізе бастайды, симптомдар бізде пайда болады. Пациентте мысалы әлсіздік, тер шаршағыштық, бас ауруы, ұйқышылдық, тәбеттің төмендеуі, жүрек айнуы, мысалы, сондай симптомдар болуы мүмкін. Және де бүйректік анемия да тоже көбінесе осы үшінші стадияларда пайда болады. Өйткені бүйректен эритропоэтин бізде бөлінбей қалады. Соңғы стадияларда енді уремиялық симптом өте қатты болады. Бұл кезде пациенттің терінің астына мочевиналар жинала бастайды, пациенттің терісі қыши бастайды. Анемия өте ауыр дәрежелі болуы мүмкін. Артериялық гипертензия пайда болады, өйткені бүйрек бізде өзінің қызметін дұрыс атқармағандықтан организмде су жинала бастайды. Су қанда жиналса, мысалы, қан қысымы жоғарылайды, организмде ісіну пайда болады. Мысалы, жалпы дәреттің шығуы, зәрдің шығуы азаяды, олигурия, немесе мүлдем шықпай қалуы мүмкін, анурия. Және де кейбір электролиттер бізде қаннан зәрге шықпай қалады. Соның бірі калий. Жалпы бүйрек бізде постоянно калийді негізі организмнен шығарып тұрады. Ал егер бүйректің қызметі бұзылатын болса, бізде қанда калийдің мөлшері көбейеді, гиперкалемияға келеді. Гиперкалемия ол әртүрлі жүрек аритмияларына әкелуі мүмкін. Сол себепті бұл өте қауіпті жағдай болып есептелінеді. Енді құрметті қатысушы, біз сіздермен созылмалы бүйрек ауруын өттік. Келесі бізде жіті бүйрек зақымы. Бұмен қазір сіздермен танысатын боламыз. Қараңыздар, жіті бүйрек зақымы кезінде бұл жерде бүйректің функциясы жаңағы созылмалы кезінде сияқты бірнеше айға созылмайды, ол зақымдалу. Бұл қараңыздар, бірнеше сағат күннің ішінде дамыған зақымдалу. Соның нәтижесі не болады? Қараңыздар, пациенттің жаңағы расчетный СКФ бізде төмендейді. Пациенттің организмінде жаңағы креатинин, мочевина жинала бастайды. Бұны негізі біз азотомия деп тоже атаймыз. Сұйықтық жиналады, өйткені бүйректің фильтрациялық қызметі бұзылған. Және де кейбір электролиттер жиналады. Соның ішінде жаңа мен сіздерге айтқан калий. То есть бұлардың барлығы өте тез арада болады, кенеттен болады, бірнеше сағат, бірнеше күннің ішінде дамып үлгереді. Сол үшін бұны біз жіті бүйрек зақымы деп атаймыз. Енді жіті бүйрек зақымының нақты критериясына келетін болсақ, ол жерде біз назар аударатын бірнеше критериялар бар, соларға қазір тоқталайық. Қараңыздар. ОПП немесе жіті бүйрек зақымы деп айта алу үшін бізге мына төменгі критериялардың кемі біреуі болу керек. Олар қандай? Бірінші біз креатинин бойынша айтайық. Қараңыздар. Егер де креатининнің мөлшері 48 сағаттың ішінде 26,5 микромольға жоғарылайтын болса, мысалы, басында пациенттің креатинины, допустим, 100 болды деп алайық. 48 сағаттан кейін бұл пациенттікі 126,5 болды. Бұл критерияға келеді уже. Немесе қараңыздар, соңғы 7 күнде креатининнің көрсеткіші бастапқы мәнінен салыстырғанда 1,5 есеге көп болатын болса. Мысалы, бір апта бұрын пациенттің креатинин 100 болған болса, бір аптадан кейін пациенттікі 200 болып тұр. Жоқ, 200 емес, 250 дейік. То есть, бұл жерде 1,5 есе көп болу керек. 1,5 есе. Бұл креатинин, бұл екеуінің біреуі болса, бізде жіті бүйрек зақымы болып есептеледі. Ал екінші критерия бар, бұл енді бізде диурезға байланысты. Егер де пациенттің диурез дегеніміз зәр шығару ғой, тәулігіне қанша зәр шығарады. Егер де пациенттің диурезі, қараңыздар, 1 сағатта 0,5 мл на килограмм төмен аз шығаратын болса, және бұл 6 сағат бойы жалғасатын болса, онда бұл тоже жіті бүйрек зақымының критериясына кіреді. Бұны енді мен толығырақ түсіндіріп берейін сіздерге. Қараңыздар. Допустим, пациенттің салмағы 60. Егерде 60-ты мынаған көбейтетін болсақ, бізде пациент сағатына кемі бізде қанша? 30 мл зәр шығару керек. Кемі. Ал егерде пациент 6 сағат бойы, мысалы 6 сағатта ол қанша шығару керек? Шамамен 6 сағатта ол кемі
80 мл зәр шығару керек болған. 6 сағаттың ішінде. Егер де осыдан аз шығаратын болса, демек бұл пациентте жіті бүйрек зақымы бар деген сөз. Осы диурез бойынша. То есть мынаның біреуі хоть болсын, егер пациентте болса, ол уже жіті бүйрек зақымы болып есептелінеді. Енді жіті бүйрек зақымы тоже бізде сатылары бар, стадиялары бар. Ол жерден біз неге қараймыз десеңіздер, қараңыздар. Біз тоже креатининнің өзгерісіне қараймыз. Егер де креатинин бізде 26-5-тен көбейген болса, бұл бірінші сатыға жатады. Немесе жаңағы қанша есемен есептейтін болса, мысалы пациентте 2 еседен көп өзгерген болса бір аптаның ішінде, онда бұл екінші саты, ал 3 еседен көп болатын болса, бұл үшінші саты. Ал егер де пациенттің жалпы креатинин мөлшері 354-тен жоғары болатын болса, жаңағы 48 сағаттың ішінде, онда бұл да тоже үшінші сатыға кіреді. Немесе диурезбен есептесек болады. Қараңыздар. Егер де мына 6-12 сағаттың ішінде 0,5 на килограмм сағатына аз болатын болса, бұл бірінші саты. Ал егер де 12 сағаттан көп бойы бұл жалғасатын болса, онда бұл екінші саты. Ал 24 сағаттан көп, бірақ пациентте 0,3 мг на килограмм аз зәр шығаратын болса, бұл уже үшінші саты, немесе пациентте мүлдем зәр жоқ. Онда бұл уже, және бұл 12 сағаттан көп бойы жалғаса, бұл уже үшінші саты болып есептелінеді. Хорошо? Мына екінші сатыда тек қана есесі ғана берілген. Бұл жерде қанша микромоль жоғары болу керек, бұл берілмеген жалпы КДИГО классификациясында. Сол себепті бұл жерде тек қана біз есеге қарап анықтай аламыз. Енді қараңыздар, бір мысал берейін. Пациент бізде 45 жастағы ер адам, больницаға бізде пневмониямен түседі. Бірінші күні түскен кезде креатинин 95 болады. Қалыпты, Екінші күні аласыз, креатинин бізде 140. 140 болып тұр. Одан кейін үшінші күні қарайсыз 180. То есть қараңыздар, бұл жерде бізде жалпы бір күн, 2 күн. То есть 2 күннің ішінде бізде креатининнің мөлшері 26-5-тен көп болып тұр. 45-ке дейін жоғарылаған. Өзгеріс сондай. Мысалы, бірінші күн түскен кезде таңертең 95 болса, бірінші күн, екінші күн уже бізде не болады? Креатинин 140 болып кеткен. То есть бұл екеуінің айырмашылығы бізде қанша болып тұр? 45 болып тұр. Бұл уже ОПП-ны білдіреді. Ал үшінші күні қарайтын болсаңыздар, уже 180-ге жеткен креатинин. Бастапқымен есептесеңіздер, бұл жерде 1,9 еседен көп. Мысалы, 95-пен есептесек, демек қараңыздар, бұл жерде 48 сағаттың ішінде 26-5-тен жоғарылаған ОПП критериясына келіп тұр, және де 1,9 есе көп болғандықтан, алғашқы алынған анализден, бұл бізде бірінші сатыға кіреді. Мына жерде көрсетілген. Бірінші саты. Осылай біз диагноз қоямыз. Енді қараңыздар, құрметті қатысушылар, көп дәрігерлер жіберетін қателік. ОПП кезінде ешқашанда расчетный СКФ біз есептемейміз. Мына CGD-API, MDRD, Cockcroft-Gault деген сияқты формулаларды біз ОПП-ға қолданбаймыз. Бұлар тек ХБП-ға ғана қолданылады. Естеріңізден шығармаңыздар. Өйткені ғылыми зерттеулер бұл формулаларды тек қана ХБП-ны есептеу үшін, ХБП кезіндегі расчетный СКФ-ті есептеу үшін қолданылады. ОПП кезінде қараңыздар, ОПП кезінде бізде креатинин өте тез өзгереді. Мысалы, бір күн бірінші күні басқаша болады, екінші күні өте жоғары болып кетеді, үшінші күні мүлдем басқа болып кетуі мүмкін. Сол үшін бұл жерде бізге мына формулалар нақты бір расчетный СКФ-ті шығарып бере алмайды. Сол себепті ОПП кезінде расчетный СКФ бізге недостоверный. Оны біз мына формулаларды қолданып есептегеніміз дұрыс емес. ОПП кезінде бізге расчетный СКФ керек емес. Бізге мына жерде стадиялары бар. Осыларды қолданып біз анықтаймыз. Естеріңізден шығармаңыздар. ОПП кезінде енді қараңыздар, бізде негізді ОПП-ға әкелетін 3 негізгі себеп бар. Оны біз преренальды, ренальды және постренальды деп бөлсек болады. То есть мынау преренальды дегеніміз бұл бүйрекке қатысы жоқ, бүйрекке дейінгі себептер. Бұл көбінесе бүйректің қанмен қамтамасыз етуімен байланысты. Көбінесе бүйректің қанмен қамтамасыз ету егер бұзылса, преренальды ОПП-ға келеді. Ренальды дегеніміз бұл тікелей бүйректің өзін зақымдайтын бізде факторлар бар. Бүйректің тін тікелей зақымдайтын. Олар уже ренальды факторға келеді. Бірақ та кейбір кезде преренальды бізде ренальдыға айналып кетеді. Әсіресе бүйрекке қан ұзақ уақыт бойы келмесе, бүйректің жаңағы тіндері өле бастайды. Ол кезде уже ренальды бізде форма болады. Постренальды дегеніміз ол бүйректен кейінгі, яғни несеп ағар, қуық,
уретра деген сияқты жерлерде қандай да бір патология болатын болса, және де олар бүйректің зақымдалуына әкелетін болса, ол уже постренальды ОПП-ға әкелуі мүмкін. Мысалы, несеп ағардың бір жерінде тас тұрып қалды. Сөйтіп бізде бүйректің тіні зақымдалып жатыр. Бұл уже постренальды ОПП-ға әкеледі. Енді бұлардың әрбіріне қазір жеке-жеке тоқталайық. Бірінші біз преренальдіге тоқталайық. Преренальді жаңа айтқандай, ең басында бұл бүйректің паренхимасымен бізде ешқандай проблема жоқ. Бұл жердегі проблема бізде бүйректің қанмен қамтамасыз етілуі. Ол енді қай кезде болады десеңіздер, көбінесе мысалы пациентте жалпы қан кету, құсу, диарея, сусыздану, ожог деген сияқты бұл аурулар кезінде адам көп мөлшерде нені жоғалтады? Қанның плазмасын жоғалтады. Қан жоғалтады. Сол үшін бүйрекке келетін қанның мөлшері азаяды, бүйректің фильтрациялық қызметі азаяды. Егер де бұны дер кезінде емдемесек, уақыт өте келе не болуы мүмкін? Бүйректің паренхимасында ишемия пайда болады да, сөйтіп бұл ренальды формаға айналуы мүмкін. Одан бөлек мысалы жүрек жеткіліксіздігі, кардиогенді шок, сепсис, анафилактикалық шок, септикалық шок мысалы. Немесе бүйрек артериясының тарылуы. Мысалы бүйрек артериясы егер стеноз болатын болса, тромбоз болатын болса, тығылып қалатын болса, бүйрекке мүлдем қан келуі азаяды да, бүйректе осы преренальды, одан кейін уақыт өте келе ренальды формасы, ОПП-ның ренальды формасы дамиды. А ренальды формасына келетін болса, бұл бүйректің тінін тікелей зақымдайтын бізде факторлар бар, солардан туындайды. Олар қандай десеңіздер, мысалы жіті тубулярлық немесе түтікшелік некроз. Орысша айтқан кезде острый канальцевый некроз деген ауру бар. Бұл көбінесе қараңыздар, қай кезде дамиды? Біріншіден, егер де пациентте жаңағы бүйрекке қанның келуі азайып, және бұны біз дер кезінде емдемесек, бүйректің паренхимасы, жаңағы нефрондар, нефронның түтікшелері, гломерулалар барлығы өле бастайды. Ишемияға ұшырайды. Вот сол кезде осы жіті түтікшелік некроз деген ауру бізде пайда болады. Немесе нефротоксиндар. Жаңа мен сіздерге айтқан аминогликозидтер, мысалы амфотерицин Б деген бұл противогрипповый препарат. Немесе контраст, мысалы КТ кезінде біз контраст береміз ғой. Бұлардың барлығы нефротоксичный препараттар. Егер де бұлардың дозасын дұрыс есептемей, көп мөлшерде беріп қоятын болсақ, немесе ұзақ уақытқа беріп қойсақ, бұл бүйректі зақымдайды, тікелей тінін зақымдайды. Келесі бізде гломерулонефриттер, жаңа біз сіздермен өткен, бұлар да тоже бүйректің тінін зақымдайды. Одан бөлек бізде жіті тубулоинтерстициальды нефрит деген ауру бар. Острый тубулоинтерстициальный нефрит, орысша айтқан кезде. Бұл ауру көбінесе қай кезде пайда болады? Бұл ауру көбінесе кейбір пациенттерде мына антибиотиктерге, мына МПВС-терға аллергиялық реакцияға ұқсас процестер болады. Және бұл процестер көбінесе бүйректе болады. Бүйректе. Мысалы кейбір антибиотик түрлері, мысалы пенициллиндер, цефалоспориндер, және МПВС түрлерін қабылдаған кезде кейбір пациенттерде бұл дәрілер бүйректерге барады да, бүйректе жиналып қалады. Жаңа мына дәрілердің кішкентай бөліктері, метаболиттері деп айтсақ болады. Енді біздің организмге кіргеннен кейін бұл дәрілер ыдырайды ғой. Ыдырайды да, бұлардың метаболиттері қан арқылы бүйрекке барады да, бүйректе тұрып қалады. Бүйректе бұлар тұрып қалатын болса, сол жерде бүйректегі жаңа иммунитет жасушалары бұларға иммундық жаңа реакция береді да, сол жерде қабыну процесін тудырады. И бұл қабыну процесінің нәтижесінде бүйректің тіндері зақымдала бастайды. Жаңағы бүйректің нефронның түтікшелері, гломерула деген сияқты заттар. Хорошо? Келесі біз сіздермен өткен микроангиопатиялар, мысалы гемолитикалық уремиялық синдром, тромботикалық, тромбоцитопениялық пурпура деген сияқты өткен сабақта сіздермен өткен болатынбыз. Бұл аурулар кезінде енді көп мөлшерде кішкентай артерияларда, артериолаларда, капиллярларда бізде тромбтар пайда болады, және де қабыну процесі болады. Бұлардың барлығы тоже бүйректі зақымдауы мүмкін. Постренальдыға келетін болса, мен жаңа сіздерге түсіндірдім. Жалпы егер зәрдің шығарылуы бізде бітеліп қалатын болса, бізде гидронефроз деген жағдай пайда болады. Жаңағы зәр бізде қайда жиналады? Бүйректің ішінде жинала бастайды. Зәр егер көп мөлшер жиналса, бұл бүйректің паренхимасын қыса бастайды. Оны сіздерге түсіндірдім. Нәтижеде бізде бүйректің тіндері зақымдалады, паренхимасы зақымдалады, нефрондар зақымдалады, сөйтіп бізде СКФ тоже төмендейді. Бұл енді қай кезде болуы мүмкін? Бүйректе тас болатын болса, мысалы, егде жастағы ер кісілерде простатаның гиперплазиясы, немесе карциномасы болатын болса, зәр шығару уретраны толықтай бітеп тастайды да, бізде сол кезде зәр қуықта жиналады, қуықтан ары қарай уретра, қуықтан ары қарай бізде несеп ағар, мочеточник, одан ары қарай бүйректе бізде жиналады. Немесе жалпы уретрадағы тарылу, ісік, кез келген жалпы зәр жолын бітейтін факторлар бұл постренальды ОПП-ға әкелуі мүмкін.
Құрметті қатысушы, біз бүгінгі сабағымызды аяқтадық. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болайық.